Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Маратова Интира. Бүгінгі айттарыңыз құтты болсын. Сіздермен өте дәмді тәттілердің рецептерін бөлісетін боламын. Айт күні дастарханыңызда жасасаңыздар өте керемет әрі қарапайым рецептер. Сондықтан видеоны толықтай қарап, маған лайк басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Видеода, яғни осындай торттардың, кекстарды және де қарапайым өте дәмді пирогтың рецептерін көресіздер. Ең бірінші өте қарапайым және де жұмсақ болып шығатын медовик рецептімен бөлісетін боламын. Өте қарапайым заттар, яғни ұн, қант, жұмыртқа, сары май, ас содасы және де бал қажет болады. Грамдарын описание бөлімінен көрсеңіздер болады. Ең алдымен осылай балымызды ыдысымызға саламыз және де үстінен бөлме температурасындағы сары майымызды саламыз, қантымызды саламыз және де оттың астын орташадан сәл жоғарырақ қойып, осылай ертетін боламыз. Араластырып тұру маңызды. Осы этапта жақсылап араластырып тұрыңыздар. Және де видеода көрсетіліп жатқан рецепт, яғни екі тортқа арналған. Сіздерде осылай екі еселеп жасай берсеңіздер болады. Описание бөліміндегі рецептерді екі еселеп жасасаңыздар болады. Яғни осылай жақсылап араластырамыз. Сары майымыз толықтай еру қажет, жұмыртқамызды саламыз. Барлығы араласып біркелкі масса болуы қажет болады. Мінекей, көріп тұрғандарыңыздай осындай масса болуы қажет. Онан соң оның үстінен содамызды саламыз. Және де жақсылап араластырамыз. Біркелкі өзіндік бір реакция түзіледі, яғни кішкене көтеріліп, көпіршіктеніп бастайды. Осы кезде оттың астын өшіре берсеңіздер болады. Енді кішкене осылай жақсылап араластырып тұрамыз, және де осы массамызды суытуымыз қажет. Бөлме температурасына келсе жарайды. Мінекей, массамыз дайын. Енді оның үстінен електен өткізілген ұнымызды қосамыз. Ұнды да 2-3 бөлікке бөліп, біртіндеп қосамыз. Бастапқы уақытта осылай қасықпен араластырсаңыздар болады, өйткені кішкене ыстықтау, яғни жылылау болғандықтан осылай ыңғайлы болады. Онан соң қолымызбен жақсылап елеп алатын боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай. Кішкене жұмсақ болса, ұн қоссаңыздар болады. Негізі осындай масса болуы қажет, яғни кішкене қолға жабысып тұратын. Оны жақсылап қолымызбен алып, осы салфанымызға саламыз. Осындай масса болып тұрады, яғни ол енді қазір тоңазытқышқа қойған кезде кішкене қатаятын болады. Қорықпаңыздар бұндай қамырдан. Яғни осылай барлық бөлігін, ұсақ түйектердің барлығын саламыз салфанымызға. Кішкене осы кезеңде табағымызға, яғни қолымыздағы қалдықтарын алу мақсатында ұн сепсек болады. Және де оны жақсылап алып шығатын боламыз қамырларымыздың. Осылай қамырымызды салфанымызға салдық, әдемілеп қойдық. Енді бұны 2-3 сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Осы кезеңде ол қатайып, өзіндік күшті формасын ұстайтын болады. Мінекей, тоңазытқыштан алған кезім, яғни қамырым дайын. Өз формасын ұстап тұр. Манадай қатты жұмсақ емес, қатайған. Енді оларды теңдей етіп 16 бөлікке бөлетін боламыз. Яғни бұл жерде бір тортқа 8 бөліктен, сондықтан, яғни менде 2 торт болғандықтан 16 бөлікке бөлетін боламыз. Кішкене ұн сепіп аламыз міндетті түрде. Мінекей, видеодағыдай шамамен бірдей етіп, осылай корждарымызды дайындаймыз.
Егер де сіз менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп алыңыз. Алда өте дәмді, керемет видео рецепттермен бөлісетін боламын. Менімен бірге болуды ұмытпаңыздар. Мінекей қоржықтарымыз дайын. Енді осылай пергамент қағазына ұнымызды кішкене себіп жіберіп, қамырымызды жұқалап жайып шығатын боламыз. Оны себу міндетті, өйткені жабысып қалуы мүмкін. Осылай барлық бөлігін, яғни қамырларымызды жайып, дайындап қоямыз. Менде 24 сантиметрлік диаметрде кесіп алатын боламын. Сіздер одан да кішірек болған қаласаңыз, көлемін кішійтсеңіз болады. 24-26 сантиметрге орташа көлемде ыңғайлы болып шығады. Мінекей мен осы қапақпен бірге өлшеп алдым. Мінекей піскен кезінде өте әдемі етіп жан-жағын кесіп шығатын боламын. Піскен кезінде бірден кесіп алыңыздар. Өйткені тоқтай суып кететін болса, қатайып қалуы мүмкін. Әдемі болып, шамамен бұл духовкада 2-3 минут шамасында піседі, 200 градуста. 16 қоржды да осылай дайындап алдым. Енді бұл жерде қаймақ және де қоюлатылған сүт креміне. Өте қарапайым рецепт, яғни крем. Бұл деген кез келген дүкендерден табылады деген ойдамын. Оларды жақсылап араластырамыз массамызды. Мінекей креміміз өте қарапайым дайын. Енді осылай подложка қойдым. Бұл өз қалауыңыз, қоймасаңыздар да болады. Енді коржымызды қойып, жақсылап жинап алатын боламыз. Әр корждың арасына 2,5-3 қасық көлемінде крем салсаңыздар жетеді. Өте күшті, жұмсақ болып шығады қазіргі тортымыз. Енді барлығын, мен бұл жерде шыны керек тортпен қатар құймақты да пісіріп жатырмын, сондықтан араласып тұрады. Бір затпен бір затты араластырып пісіріп тұрам бұндай кездері. Менде енді айтқа дайындық, яғни дастархан жайып жатқандықтан барлығына үлгеру мақсатында осылай жан-жақты пісіретін боламын. Мінекей барлығын әдемілеп жайып шықтым. Барлық, бір тортқа 8 коржды осылай жайып шығатын боласыздар. Екіншісін қоямыз. Тағы да осылай 2,5-3 қасық көлемінде кремімізді жағып шығатын боламыз. Өте қарапайым, әрі жұмсақ, дәмі деген керемет болып шығады. Қыздар, бұл тортты міндетті түрде жасап көріңіздер. Осылай барлығын жалғастырдық. Яғни бұл менде 8-ші корж. Үстіне жағып, барлығын дайындап, әдемілеп тоңазытқышқа 2-3 сағатқа қоямын. Бұл жерде онан соң барып, жаңағы қалған корждарымыздың жанында қалған қалдықтарынан әдемілеп ұнтақтап, бетіне жағып шығатын боламыз. Мінекей барлығын кремімді жағып алдым. Енді бұны тоңазытқышқа 3 сағатқа жібереміз. Мінекей менде уже кеш болып қалды, барлығы дайын. 2 тортымда дайын тұр. Енді сіңіп тұр кремдері. Осылай корждарымның қалдықтарын блендермен жақсылап езіп алдым. Оларды жақсылап жағып шығатын боламын әдемілеп. Қалауыңыз бойынша басқа да түрінде әсемдесеңіз болады. Бұл видео рецепттердің барлығы қарапайым, өте қарапайым, барлығына қолжетімді болу үшін осылай жасап жатырмын. Мінекей барлығын әдемілеп жасап шығамыз. Дайын. Енді бұл менде кешкісін осылай барлығын пісіріп қоямын. Яғни
Онан соң ертеңіне қонақ келген кезде барлығын әдемілеп кесіп дайындап қоя береміз. Мінекей дайын. Енді бұл пирог өте қарапайым, жасалу жолы да, пісірілуі де өте көп уақытты алмайтын, тез дайын болатын пирог. Сондықтан осы рецепті толықтай қараңыздар. Бізге қажетті заттар, яғни ұн, сары май, жұмыртқа, разрыхлитель және де қант қажет болады. Ұнымызды ыдысымызға саламыз, онан соң үстінен разрыхлитель саламыз, яғни қамыр қопсытқыш, онан соң 2 дана жұмыртқа. Бұл жерде барлығы менде яғни 2 пирогқа арналған рецепт көріп тұрғандарыңыз. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша азайтып, көбейтіп жасай берсеңіздер болады. Онан соң үстінен бөлме температурасындағы сары майды қосамын. Және де жұмыртқаны қосамын 2 дана. Осы кезеңде тағы да жұмыртқадан соң біз 140 грамм, яғни 70 граммнан бір пирогқа есептеп қант қосатын боламыз. Қанты қосылғаны негізі видеоға түсірілмей қалыпты. Сіздер қант қосуды ұмытпаңыздар. Оларды жақсылап араластырамыз, қамырымызды илеп аламыз, яғни өте күшті, жеңіл болып иленеді. Мінекей қамырымызды илеп болдым, дайын. Енді оны кремін дайындаймын дегенше 15 минутқа тоңазытқышқа сала тұрамыз. Енді онан соң тары, яғни бұл жерге қосылатын тары, оның үстіне сүтімізді қосып, ыстықтай бетін жауып қоятын боламыз. Және де 15 минутқа. Онан соң қаймағымыз, 4 дана жұмыртқамызды саламыз, қоюлатылған сүт саламыз. Қоюлатылған сүтпен, яғни осындай сгущенное молокомен өте дәмді әрі нәзік болып тұрады пирогымыз. Сондықтан осы рецептпен жасаңыздар. Және де міндетті түрде жүгері крахмалы, яғни кукуруз крахмалы қажет болады. Бұл өзіндік формасын ұстау үшін қажет. Оларды жақсылап араластырамыз. Біркелкі осындай масса болуы қажет. Мінекей дайын. Енді оның үстінен жібіп тұрған, яғни жұмсарған тарымызды саламыз. Тарының үстіне мана ыстық сүт қосып, яғни 15 минутқа бетін жабып қойған болатынбыз. Енді ол толықтай жібіп тұр. Енді оны жақсылап араластырамыз. Мінекей креміміз, яғни салмасы дайын, өте қарапайым, көп уақытыңызды алмайды. Осы пирогты осындай той жиындарға жасаған кезде міндетті түрде жасаңыздар. Енді осы формамызды аламыз. Біреуі менде 24 см, ал екіншісі бұл жерде 26 см. Бұларды кішкене сұйық маймен майладым, және де осы қамырымды жайып шығатын боламыз. Шамамен теңдей етіп 2 бөлікке бөлдім. Сіздер грамдап өлшесеңіздер де болады. Енді осылай қамырымызды әдемілеп қолымызбен жайып шығатын боламыз. Оқтауды қажет етпейді. Осылай саусақтарыңыздың ұшымен әдемілеп жайып шығасыздар біркелкі етіп. Байқағандарыңыздай астына міндетті түрде сұйық май кішкене себіңіздер. Мінекей видеода көріп тұрғандарыңыздай өте оңай, өзіндік формаға келе береді қамырымыз. Біркелкі етіп барлығын жауып шығамыз. Мінекей біріншісі дайын, екіншісінде осылай дайындап қойдым. Жан-жағын кішкене вилкамен осылай тегістеп жатырмын. Кішкене және де осылай вилкамен тестім. Бірдей болып тұру үшін қалыңдығы. Осылай екіншісінде жасап шықтым. Мінекей енді осы салмамызды қосамыз. 2 бөлігіне теңдей етіп,
барынша құямыз. Артық қалғандарын осылай лопаткамен алсаңыздар барлық бөлігі алынады, өте оңай. Ысырап етпеңіздер. Мінекей дайын. Енді бұны 180 градуста 30-35 минут шамасында пісіріп аламыз. Мінекей пирогым пісіп шықты. Піскен кезінде кішкене көтеріліп тұрады, бірақ суыған соң шамалы басылады. Мінекей өте күшті. Түндегі көрсетіп жатырғаным, яғни бұл деген осылай толықтай суыған соң бетін кішкене салфанмен жабып тоңазытқышқа салып қоятын боламын, құрғап кетпеуі үшін. Мінекей дайын, ешқандай жарылмайды. Осы рецептпен жасай беріңіздер, қорықпай. Тағы да менің дайындаған өте дәмді тәттілерім, қарапайым, көп уақытыңызды алмайды кекстер. Бұлар шамамен 36 штугын дайындадым. Бұл жердегі рецепт 2 есе, яғни бұл жерде кек және де мадленнің рецептін көресіздер. Керекті заттар өте қарапайым, барлық үйден табылады деген ойдамын. Ең бірінші ыдысымызға осылай 6 дана жұмыртқамызды, қантымызды саламыз. Және де үстінен суымызды қосамыз. Сұйық май қосамыз. Грамдарын барлығын описание бөлімінде жазамын. Және де бөлме температурасындағы айранымызды қосамыз. Айран, яғни үйдің айраны болса тіпті керемет. Егер де болмаса, қоюлығы жоғары айрандарды пайдаланыңыз. Мінекей айранымызды салдық. Және де оларды жақсылап миксерлеп алатын боламыз. Мінекей жақсылап араластырамыз. Массамыз осындай масса болуы қажет. Видеода көріп тұрғандарыңыздай оны ұстап көреміз. Яғни ұстаған кезде шекері еріген болуы қажет, білініп тұрмау қажет. Осылай дайын болады. Енді онан соң үстіне ұнымыз бен қамыр қопсытқышымызды саламыз. Мінекей жарты ұнымды саламын бірінші. Онан соң жарты қамыр қопсытқышты саламыз. Қалған бөлігін ұнның үстіне бірден салдым. Және де оларды жақсылап миксерлеп аламыз. Мінекей онан соң үстінен тағы да екінші бөлігін ұнымызды салатын боламыз. Осылай ұнымызды 2-3 бөлікке бөліп, салып, араластырамыз. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай осындай масса болып түзілуі қажет. Өте күшті кекске арналған және де мадленге арналған қамыр бұл деген. Бұл жерде 36 дана кек және де 50 штуктан астам мадленді пісірген болатынмын осы рецептпен. Сіздер де осылай міндетті түрде жасап көріңіздер. Мінекей енді формасын дайындаймыз. Бұл жерде менде бір реттік қолданылатын форма, кекске арналған және де өзіндік қалпы. Егер де сізде бұндай болмаса, силиконды түрі болатын болса, онымен де пісірсеңіздер болады. Бірақ мына бір реттік қолданылған өте ыңғайлы, дастарханға қойған кезде де бір жағынан әдемі болып көрінеді. Сондықтан осылай пайдаланамын. Онан соң кондитерлік мешокқа осы массамызды құйып алатын боламыз. Мінекей құйып шықтық. Барлығын енді формамызды осылай кішкене кесеміз және бірден формамызға құямыз кекстің формаларына.
қатты толтырмайсыздар, бірақ та жартыдан кішкене көбірек етіп құйыңыздар. Сол кезде әдемі көтеріліп пісетін болады көлемі. Барлығына осылай құйып шықтым. Өте оңай, осылай кондитерлік мешокты пайдалануға кеңес беремін. Және де ішіне салмасы ретінде әртүрлі заттарды сала берсеңіздер болады. Жаңғақты болсын, мейіз немесе шоколад болсын, өз қалауыңыз. Мен бұл жерде нені қосатын боламын, яғни мейіз қосатын боламын. Кішкене осындай жерлерін әдемілеп жіберсеңіздер болады. Мінекей әрқайсына осылай 3-4 штуктан мейіз салдым. Жуып кептірілген мейіздерді. Мейіздер кішкене ішінде толықтай пісіп шығу үшін осылай кішкене басып жібереміз вилканың көмегімен. Сыртында тұрса кішкене кеуіп қалуы мүмкін. Мінекей енді оны 180 градуста 20-25 минут шамасында пісіріп аламыз. Енді дәл осы қамырмен өте күшті мадлен деп аталатын тәттіні дайындаймыз. Осындай форманы Каспий магазиндерден заказ берсеңіздер болады. Өте арзан тұрады. Енді оның үстіне сұйық май құямыз, және де осы форма жаңағы массамызды тағы да құйып шығатын боламыз. Бұл да дастарханда өте әдемі, керемет болып үйлесіп тұратын болады. Сондықтан осылай да жасаңыздар, көп уақыттарыңызды алмайды, яғни осы кекспен бірге бірден дайындай қоясыздар. Барлығын осылай формаға құямыз. Мінекей бірден осы мадленімді дайындадым, және де кексім піскен бойда бірден мадленді салдым. Яғни осындай айт кезінде, садақа кезінде, яғни көп уақытты алмау үшін бірінен кейін бірін бірден дайындап тұрамын печкаге. Осылай мадленімізді пісіп шықты әдемі болып. Мадленнен шамамен 50 штуктан астам пісіп шығады, ал осы кекстан болса 36 дана болып шығады. Сіздер де осылай жасаңыздар, яғни 2 рецепті бірден қосып жерсеңіздер, өз уақыттарыңызды экономдайтын боласыздар. Мінекей өте оңай формадан алынды. Мадленіміздің бірінші порциясы да пісіп шықты. Осылай барлығын дайындай береміз. Енді мадленді, енді бұл деген барлығын пісіріп болған соң, мен деген осындай шоколадпен әсемдегім келді. Яғни Қазақстан шоколадын алып, оны ертіп алатын боламыз. Мінекей Қазақстан шоколад, және де бұл жерде сары май да салыну қажет. Оның граммын описание бөлімде жазып кететін боламын. Екеуін жақсылап араластырып, осылай масса шыққан кезде жағып шығамыз формамызға. Формамды жақсылап жуып алдым. Біркелкі етіп, жан-жағына жеткізіп, әдемілеп жағып шығыңыздар. Өте керемет, әп-әдемі болып тұрады. Осылай жасасаңыздар, дастарханды ашып деп айтайын. Мінекей енді үстінен мадлендерімізді орналастырып шығамыз формамызға. Шамамен жартысын жағып, болған соң үстіне қоя берсеңіздер болады мадленді. Онан соң барлық бөлігіне жағып, қалған бөлігінде беттеріне әдемілеп қойып шығатын боламыз. Және де тоңазытқышта жарты сағат көлемінде ұстайыңыздар. Өз формасын ұстап, күшті болып шығу қажет. Бұл видео рецептердің барлығын мен түсіріп, онымен дастарханды әдемілеп түсіруге қолым тимеді, шыны керек. Бірақ мен дастарханға осы мадлен, және де кексті, және де одан соң құймақты көрсетемін. Қазір рецептісін соны бірге қойған болатынмын тарелкаға, және де пирогым мен тортымды бөлек қойдым. Ал екінші бөлмеге, яғни бізде 2 бөлмеге жайылды, үлкен бөлмелерге. Екінші бөлігіне осы екеуін араластырып қойған болатынбыз. Мінекей енді тағы да өте дәмді, ажурный болып шығатын бленнидің рецептісін бөлсемін. Бұл жерде айранмен жасалады. Айран, ұн, қант, ас содасы және де сұйық маймен жұмыртқа қажет болады. Ең бірінші ыдысымызға айранымызды құямыз, және де ас содасын саламыз.
яғни бұл жерде айранымыз бөлме температурасында болу қажет, жылы болғаны жақсы, сол кезде тез көтерілетін болады. Мінекей бірден реакцияға түсіп жатыр, көпіршіктеніп әдемі болып. Онан соң үстінен осы жұмыртқамызды салатын боламыз. Бұл жерде де мен блиниді, яғни екі рецептен көтеріп, яғни қосып жасаймын. Ал сіздер бір рецептпен жасай берсеңіздер болады. Бұл жерде менде 40 данаға шамалас, яғни блини шыққан болатын. Барлығын қосамыз, жаңа жұмыртқа, сұйық май, қант, суымызды қосамыз. Бұл жерде ыстық су. Ыстық суды қосқан соң міндетті түрде тез араластырамыз және де ұнымызды саламыз. Ұнды да қосқанда біркелкі етіп, жақсылап араластырып тұрып қосамыз. Бірден барлық бөлігін салуға болмайды. Екінші бөлігін салып, жақсылап араластырамын. Мінекей, енді оның үстінен сұйық майымызды құямыз. Майымызды құйған соңда жақсылап араластыратын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай осындай масса түзілуі қажет. Енді бұны қызып тұрған табада пісіріп аламыз. Сұйық май құю міндетті емес. Яғни осылай әдемілеп, ажурный болып шығу үшін табаңыз міндетті түрде қызып тұруы қажет. Егер де табаңыз қызбайтын болса, бұлай, яғни ажурный блини шықпайды. Табаңыз қызып тұруы қажет және барынша сапалы, жақсы табаны пайдалансаңыздар, өте керемет болып шығады. Мінекей ара-арасында араластырып тұрамыз. Мінекей менде жарты порциясын уже пісіріп алдым. Тортпен қабаттасып, барлығын бір күнде бірдей пісіріп алған болатынмын. Мінекей енді ең соңында толықтай суды осылай формасын, яғни бетін жауып қоямын. Мінекей кекстарым дайын, барлығын реттестіріп, орналастырып қойған болатынмын. Баршаңызға сәлем достар. Бүгін осындай сүзбелі бәліш дайындаймыз. Яғни творожный пирог өте дәмді, керемет болып шығады. Сондықтан осы рецептпен жасап көріңіздер. Маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Бұл пирогтың дәмділігі соншалықты, мен бірден 2 бөлігін жеп қойдым. Сондықтан осы рецептпен жасап көріңіздер. Бізге қажетті заттар өте қарапайым: ұн, разрыхлитель, жұмыртқа, қант және сары май қажет болады. Грамдары описание бөлімінде жазылған. Ең алдымен осы ұнымыз бен разрыхлительді жақсылап араластырамыз және де електен өткізіп алатын боламыз. Онан соң оның үстіне қантымызды саламыз, жақсылап араластырамыз және де жұмыртқаны, сары майымызды салатын боламыз. Оларды жақсылап араластырып, біріктіріп, қамырымызды илейміз. Шамамен қамыр илеу процесі 3-4 минут уақытта алады. Жақсылап тездетіп илеңіздер. Мінекей, менде дайын болып қалды қамырым. Енді бұл қамырды начинкасын дайындаймын дегенше, яғни 10 минутқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Салафанға салып. Онан соң біз начинкасы, яғни творог, яғни сүзбе қажет магазиндікі, қаймақ, қант және жұмыртқа. Олардың грамдары описание бөлімінде жазылған. Осы видеода көрсетілгендей өте дәмді және дәмді сүзбені пайдаланыңыздар. Онан соң оның үстінен қантымызды саламыз. Және де қаймағымызды саламыз. Және де 2 дана жұмыртқамызды салатын боламыз. Бұлардың барлығын блендерді араластырып аламын. Сіздерде погружной блендер болса, яғни қолға жасап істелінетін, соны да пайдалансаңыздар болады. Мінекей, араластырдым. Біркелкі масса болып шықты. Енді осылай дайын түрі. Осындай масса болып шығу қажет сіздерде де.
Енді формамызға дайындаймыз. Бұл жерде менде 24 сантиметрлік форма, оның астына пергамент қағазын төседім, және де қамырымды осылай қолмен жайып шыққан болатынмын. Қамыр өте жұмсақ, жұмыс жасауға өте ыңғайлы, сондықтан қолмен жайып шықсаңыздар болады. Және де осылай бортиктарын жасап шығамыз. 1,5-2 сантиметр көлемінде биіктетіп шығамыз. Мінекей менде дайын. Осылай дайындап шықсаңыздар болады, біркелкі етіп. Онан соң осы начинкамызды үстінен құятын боламыз. Духовкамызды қыздырып қоямыз. Менде 200 градуста қызып тұр. 30-35 минут шамасында пісіріп аламыз. Байқап тұрыңыздар. Мінекей менде пісіп шыққан кезеңі ол осылай кішкене көтеріліп тұрады. Оны бөлме температурасына дейін толықтай суытамыз. Бөлме температурасына суыған соң тоңазытқышқа тағы да 2 сағат салсаңыз өте күшті болып шығады. Мінекей мен түнде дайындап таңертеңгі уақыт кесіп алдым. Формадан да өте оңай шығатын болады. Енді оларды кесетін боламын. Мінекей кесіп жатырмын пирогымды. Күшті болып шықты. Мінекей өз формасын ұстап тұр, біркелкі болып. Енді оны ыдысымызға салып ұсынатын боламыз. Мінекей мен жеп көремін бірінші өзім. Енді түрінен де өте қатты ұнап тұр маған. Дәмі енді өте керемет қыздар. Осы қарапайым ғана заттарды пайдаланып, өте күшті пирог дайындауға болады. Мен бірден 2 порциясын жеп алдым бұл жерде уже. Сондықтан осы рецептпен жасап көріңіз. Маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Сіздермен бірге Маратова Индира. Баршаңызға сәлем достар. Бүгін осындай 2025 жылғы хит пирогты дайындаймыз. Дәмі өте күшті болып шығады. Ешқандай ағып кетпейді, жарылып кетпейді. Сондықтан осы рецептпен жасап көріңіз. Және де менің парақшама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Бізге ең қажетті заттарымыз ұн, қант, какао, қамыр қопсытқыш, сары май және де жұмыртқа қажет болады. Ең алдымен осы құрғақ ингредиенттерді, яғни ұнды, какаоны және де қамыр қопсытқышымызды електен өткізіп алатын боламыз. Електен өткізіп болған соң оларды жақсылап араластырамыз, және де үстіне бір дана жұмыртқамызды және де қантымызды, сары майымызды салып, жақсылап қамырымызды елеп алатын боламыз. Шамамен 4-5 минут уақыт аралығында еленіп дайын болатын болады. Мінекей қамырымды елеп болдым. Енді оны салфанға салып тоңазытқышқа қоя тұрамын. Сол аралықта салмасын дайындаймыз. Бұл жерде қаймақ, қоюлатылған сүт, жұмыртқа, кукуруз крахмалы және де орео печеньесі қажет болады. Ең алдымен осы қаймағымызды ыдысымызға саламыз. Менде қаймақ 20% магазиннің қаймағы. Онан соң қоюлатылған сүтті пайдаланамыз. Оларды да саламыз. Онан соң үстінен тағы да 2 жұмыртқамызды салатын боламыз. Кукуруз крахмалын саламыз. Кукуруз крахмалы болуы міндетті. Ол болмаса бұл жерде пирогымыз дұрыс піспей қалуы мүмкін. Сондықтан кукуруз крахмалын белгіленген мөлшерде ғана салыңыздар. Оларды жақсылап араластырамыз. Біркелкі форма болуы қажет. Мінекей видеода көрсетілгендей болып дайын болуы қажет. Онан соң менде 10 дана орео печеньесі, яғни 5 данасын осылай турап, яғни кесіп салатын боламын, ал 5 данасын бетіне әрлеу үшін алып қойдым. Мінекей дайын. Оларды осы массамызға салып, жақсылап араластыратын боламыз.
Енді қамырымызды жаямыз, яғни осы қамырымды тоңазытқыштан алдым, ыдысымна пирокамент қағазын төседім, осылай қолымызбен жайып шығатын боламыз. Жұмсақ қамыр болғандықтан кішкене жабысуы мүмкін, сондықтан жақсылап жайып шығуға тырысыңыздар. Неге астыңғы қабатын жайдым, енді жан жағына осылай шеттерін жайып шығатын боламын. Біркелкі осылай пирогқа форманы жасайтын боламыз. Менде бұл жерде 24 сантиметрлік форма. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша басқа да форма түрлерін қолдануыңызға болады. Неге қамырым дайын болды, енді үстінен осы салмасын саламыз. Неге салмасын салған соңда осылай жан-жағын реттеп қойып жібереміз. Печеньелер бір жерде тұрып қалмауы керек. Және де осы бүтіндей орео печеньелерінде әдемілеп қойып шығатын боламыз. Мен пистаны печеньені пайдаландым. Және де пирогымызды 200 градуста 25-30 минут шамасында пісіріп аламыз. Әркімнің пеші әртүрлі, сондықтан байқап қарап тұрыңыздар. Піскен уақыты мінекей кішкене көтеріліп тұрады. Онан соң оны толықтай суытамыз, және де тоңазытқышта 1-2 сағат ұстаңыздар. Сонда осындай өте дәмді, әдемі формасын ұстайтын болады. Мінекей кесіп жатқан кезіндегі видео бұл жерде. Енді чизкейктерден кем қалмайды деп толықтай айта аламын. Осы рецептпен жасап көріңіздер. Және де менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басып кетуді ұмытпаңыздар. Осындай өте дәмді рецепттермен бөлісуге мен барлық уақытта дайынмын. Мінекей күшті болып өз формасын ұстап дайын болды. Осылай ауызашарға болсын, күнделікті шайға болсын, өте дәмді етіп пирогты жасай берулеріңізге болады. Дәмі енді чизкейктерден, торттардан ешқандай кемшілігі жоқ. Сондықтан жасап көріңіз. Мінекей мен дастарханыма осылай, тағы да медовик торты мен де ұсынған болатынмын. Медовиктің да рецептісі каналыма шығады, сондықтан маған подписка жасауды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Маратова Индира. Баршаңызға сәлем достар. Бүгін осындай өте дәмді, жұмсақтың қараңыздаршы, мінекей өте жұмсақ, дәмді түрік елінің нанын, яғни осындай лепешканы дайындайтын боламыз. Мінекей іштері толықтай пісіп шығады. Осы рецептпен жасап көріңіздер. Маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге қажетті заттардың барлық грамдарын астында описание бөліміне жазып кететін боламын. Сол жерден қарасаңыздар болады. Ыдысымызға сүтімізді және де жылы суымызды, қантымызды қосамыз. Және де тұзымызды саламыз. Сұйық май және ашытқымызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Шекеріміз кішкене еріп, дрожжымызда шамалы араласуы қажет. Апара болуы шарт емес, осылай араластырып ертсеңіздер болды. Енді үстінен електен өткізілген ұнымызды біртіндеп саламыз. Бастапқы уақытта мен осылай қасықпен араластырамын. Онан соң қолмен қамырымды илеймін. Неге қолмен илеп бастаймыз. Шамамен 4 минут, 5 минут шамасында иін қандырып, әдемілеп илеп алыңыздар. Мінекей қамырым өте жұмсақ, қолға жабыспайтындай болып шықты. Енді оны көтерілуі үшін 1 сағатқа қоямыз, жылы жерге қоямыз. Мінекей 1 сағаттан соң қамырым өте күшті болып көтерілген. Қолыңызды сұйық маймен майлап жіберсеңіз болады осы кезеңде. Онан соң қамырымызды алып 2 бөлікке бөлеміз. Жұмсақ қараңыздаршы, өте күшті болып шығады.
мінекей осылай екі бөлікке бөліп алдым. Жұмсақтығы өте күшті, антистресс деп айтады ғой, сол сияқты. Енді ыдысымызға, яғни пергамент қағазын төсеп, противенімізге саламыз қамырымызды, қолымызбен осылай жайып шығамыз. Біркелкі формада біртіндеп жайып шығамыз. Неге жайып болдым. Енді оны демалу үшін, тағы да көтерілу үшін 15 минутқа жылы жерге қоямын. 15 минут уақыт өтті. Енді жұмыртқаның сары уызы мен бір ас қасық сүтті араластырамын. Және де қолымның көмегімен осындай формаға келтіретін боламын. Видеода көрсетілгендей етіп басып шығасыздар. Сонда қамырларыңыз көтеріліп кетпей, өте әдемі болып біркелкі формада пісіп шығатын болады. Неге жасап болдым. Енді жандарында жұмыртқалы массамен жағып шығамыз. Және де өз қалауларыңыз бойынша бетіне кунжутпен, ақ кунжут немесе қара кунжутпен сепсеңіздер болады. Мен ақ кунжутты септім. Неге 180 градуста 25 минут шамасында пісіріп алдым. Енді әркімнің духовкасы әртүрлі, сондықтан кішкене байқап қарап тұрыңыздар. Мынау екінші наным. Екеуі де өте әдемі, күшті болып көтеріліп пісіп шықты. Неге тағы да жұмсақтығын көрсетейін. Өте күшті, жұмсақ болып шықты. Сондықтан осы рецептпен жасап көріңіздер. Маған тіркеліп алып, лайк басып, комментарий жазып, ұсыныстарыңызды комментарийға жазып кетсеңіздер болады. Қандай рецепттерді менен күтесіздер. Және де сіздермен бірге болған Индира қыздарыңыз ас болсын. Баршаңызға сәлем достар. Бүгін осындай өте дәмді, сырты қытырлап тұратын чебурекидің рецептімен бөлісетін боламын. Сондықтан видеоны толықтай қарап, маған лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен біз начинкасын дайындаймыз. Яғни бұл жерде мен картошканы пайдаланамын. Оны жуып, тазалап, осылай орташа көлемде турап, ыдысымызға салып пісіретін боламыз. Осылай картошкаларымызды кесіп, үстінен суын құйып, қайнатып, пісіріп аламыз. Енді сол аралықта қамырын дайындаймыз. Бұл жерде ыстық су, ұн, сұйық май, тұз және қант қажет болады. Грамдары описание бөлімінде жазылған. Өте маңыздысы осындай ыстық су болуы қажет. Сол кезде қытырлап тұратын қамыр шығатын болады. Ыстық судың үстіне тұз, қант, сұйық майымызды құямыз және оларды жақсылап араластырамыз. Онан соң үстінен електен өткізілген ұнымызды қосатын боламыз. Осылай мен секілді етіп қасықпен жақсылап қамырыңызды илеп араластырып алыңыздар. Онан соң осылай қолымызбен қамырымызды илейтін боламыз. Және де осылай басы бірігіп бастаған кезде мен үстелдің үстінде жақсылап біріктіріп қамырымды илеп алатын боламын. Осылай мыжғылап отырып, жақсылап иін қандырып қамырымызды илейміз. Мінекей қамырымды илеп болдым. Енді оны демалу үшін осылай салафанға салып 5-10 минутқа қоя тұрамын. Сол аралықта осы начинкамызға жуамызды да турап аламыз. Яғни ұсақтап, төртбұрышты етіп турап алсаңыздар болады. Оны осылай ыдысымызда қорып алатын боламыз. Яғни сковородкаға 2-3 ас қасық көлеміндегі сұйық майды құямыз. Және де жуамызды салып, қызартып, қорып аламыз. Осы демалған қамырымызды аламыз. Және де оны бірдей етіп 2 бөлікке бөлеміз. Оларды жақсылап қайырып, осындай қамырымызды дайындап аламыз. 2 зуалы болуы қажет.
Енді оны тағы да 5 минутқа қоямыз. Енді картошкамыз толықтай пісті, оны осылай ыдысымызға саламыз. Оның үстінен тұзымызды саламыз, және де өз қалауыңыз бойынша қара бұрыш салсаңыз болады. Және де осы қуырылған жуамызды салатын боламыз. Осы заттарымыздың барлығын жақсылап есіп алатын боламыз. Менде осылай пюре ететінмен есіп алатын боламын. Біркелкі масса болғанша жақсылап есеміз. Енді қамырымызды дайындаймыз. Осылай бір бөлігін алып, жақсылап бастапқы уақытта ұнды саламыз. Жақсылап қамырымызды жұқалап, жайып алатын боламыз. Мінеке жайып болдым. Оларды бірдей етіп, осындай кішкене көлемдегі дөңгелектермен кесіп алатын боламын. Бұл шай кесенің көлеміндегі дөңгелек форма. Осылай барлығын әдемілеп кесіп алатын боламыз. Өз қалауларыңыз бойынша 4 бұрышты етіп те жасауларыңызға болады. Маған осылай ұнайды, барлығын дөңгелектеп жасап алатын боламын. Онан соң осы салмамызды да салып шығамыз. Жарты бөлігіне салсаңыз да жарайды. Қатты көп болса да ол кейін жыртылып кетуі мүмкін. Сондықтан осы видеода көрсетілгендей етіп салып шықсаңыздар болады. Барлығын салып болған соң осылай түйіп шығамыз, видеода көрсетілгендей етіп. Және де түйіп болған соң жан-жағына осылай шанышқымен әдемілеп ою салсаңыздар болады, менікі секілді етіп. Онан соң мен сарайда осылай қуырып аламын. Сұйық майымызды қыздырып қойып, осы чебурекиларымызды салып, әдемілеп пісіріп алатын боламыз. Менде бұл жерде жаздық кухня. Қатты мән бермеңіздер артқы фонға. Осылай әдемілеп барынша қызартып, күшті қылып қуыртып аламыз. Оттың асты орташа болып тұруы қажет. Мінекей, енді мен оларды осылай ыдысымды дайындап қойдым, яғни қағаз сүлгіні қойып, майын сырғыту мақсатында осылай пісіріп алатын боламыз барлығын. Тағы да көрсетейін процесті жақындатып. Әдемі болып қызарып шығып жатыр. Оларды сүзіп, осылай әдемілеп пісіріп аламыз. Мінекей толықтай чебуреки дайын, сырттары қытырлақ болып толықтай пісіп шықты. Осы рецептпен жасап көріңіздер. Маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңырауша белгісін қойып кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Маратова Индира. Сәлем достар, бүгін өте күшті, пышный болып шығатын бауырсақтың рецептісімен бөлісемін. Ыстықтай өте керемет болып шығады. Сондықтан осы рецептпен жасап көріңіздер. Іштері толықтай піседі. Мінеке видеода көрсетілгендей пышный болып шығады. Сондықтан осы рецептпен жасап, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Видеоны толықтай қараңыздар. Ең алдымен бізге жылы сүт, жылы су, майонез, қант, тұз және де ашытқы ұн қажет болады. Грамдары описание бөлімінде толықтай жазылады. Ыдысымызға сүтімізді құямыз. Онан соң ыстық, яғни жылы суымызды құятын боламыз. Сүт пен осы су жылы болуы қажет. Онан соң қантымызды саламыз. Және де тұз және ашытқымызды салатын боламыз. Олардың үстіне майонезімізді саламыз. Осылай бір ас қасықты толтырып салу қажет майонезді. Оларды жақсылап араластырамыз.
араластырып болған соң бірден осылай ұнды сала береміз. Електен өткіземіз міндетті түрде. Аппарат дайындау міндетті емес, өйткені менде ашытқы, құрғақ ашытқы свежий болғандықтан толықтай көтерілетін негізі. Сіздерді де осы ашытқыңыз мерзімінен өтіп кеткен болмауы қажет. Балғын ашытқыны пайдаланыңыздар. Осылай ұнымыздың барлығын електен өткізіп қосатын боламыз. Ұнымызды қосып болған соң үстінен осылай жайлап қамырымызды илеп бастаймыз. Тағы да екінші бөлігіндегі ұнымызды сетіден өткізіп қосатын боламыз. Бұл жерде мен тағы да ұнның грамын өлшедім, өйткені сіздерге толықтай нақты реттеп шығу үшін ұнның грамын өлшеп алған болатын. Осылай барлығын қамырымызды әдемілеп елеп алатын боламыз. Жан-жағын осылай алып тастап барлығын қойдық. Неге қамырымды елеп болып қалдым. Енді үстінен біраз қасық көлеміндегі сұйық майымызды жағатын боламыз. Ол жеңіл көтерілуі үшін және де ыдысқа жабысып қалмау үшін осылай жасалады. Оларды осылай басып қоятын боламыз. Қақпағын жабамыз және де 1 сағатқа көтерілуге қоямыз жылы жерге. Мінекей 1 сағат өте күшті болып көтеріліп тұр қамырым. Жылы жерге қойдым. Енді оларды бөліктерге бөлеміз. Күшті болып тұр қамырымның өзі. Бақағандарыңыздай әдемі болып. Мен бірдей етіп 4 бөлікке бөліп алдым. Қазір жаюға ыңғайлы болуы үшін. Мінекей қамырымызды енді алдық. Біріншіден осылай жайып шығатын боламыз. Мінекей шамамен осындай көлемде жайып алсаңыздар жарайды. Оларды осылай ромбик формасында кесіп алатын боламын. Өз қалауларыңыз бойынша дөңгелек формада жасасаңыздар да болады.
және де оларды көтерілу үшін 10 минутқа қойып қоямыз. Сол аралықта майын қыздырамыз. Майымыз қызып тұрған болуы қажет, және де оттың асты орташа болып тұруы керек болады. Осылай біртіндеп салып, қызартып, қуырып алатын боламыз. Бұл жерде менде жаздық кухня. Біз осылай бауырсақ, әртүрлі қуырылатын заттарды осындай жаздық кухняда қуырып аламыз. Артқы фонға қатты мән бермеңіздер, шыны керек. Осылай маған молынан, осындай үлкен ыдыста бауырсақтарды пісіріп алған ұнайды. Мінекей, күшті болып бауырсақтарымыз көтеріліп пісіп шықты. Орташа отта болуы қажет. Қатты жоғары тұратын болса да піспей қалуы мүмкін. Сондықтан мән беріңіздер. Онан соң тағы да осылай бауырсақтарымызды салып, барлығын пісіріп алатын боламыз. Мінекей, дайын бауырсақтарым өте күшті болып шықты. Мінекей, ыстықтай болып шығып тұр. Кішкене суыған соң көрсетіп жатырмын. Мінекей, іштері толықтай піскен. Осы рецептпен жасап көріңіздер. Маған лайк басып, комментарий жазып, мені қолдап кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Маратова Индира. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Баршаңызға сәлем достар. Бүгін осындай өте дәмді, шамамен жарты сағатта ғана дайын болатын самсаның қамырымен бөлісемін. Дәмі өте күшті болып шығады. Мини самсалар жасап көріңіздер. Видеоны толықтай қарап, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, мені қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Бізге қажетті заттардың барлық грамдарын описание бөлімінде жазып кететін боламын. Сол жерден грамдарын қарасаңыздар болады. Ең алдымен ұнымызға разрыхлителді салып араластырамыз. Онан соң қаймақты саламыз. Және де бөлме температурасында тұрған сары май, жұмыртқа және де осыларды барлығын жақсылап қолымызбен араластырып, қамырымызды илеп алатын боламыз. Мінекей, қамырым дайын. Енді оны жарты сағатқа холодильникке, яғни тоңазытқышқа салып қоятын боламын. Сол аралықта начинкасын дайындаймыз. Бұл жерде мен жуаны, яғни жақсылап блендерден өткізіп алдым. Болмаса сіздер ұсақтап турасаңыздар болады. Оны фаршпен бірге араластырамыз. Бұлардың да грамдарын описание бөлімінде жазып кеттім. Сол жерден қарап, өлшеп салсаңыздар болады. Сол кезде нақты шығады. Мінекей, тағы да құйрық майды ұсақтап, түртпіштап, турап қосқан болатынмын. Және де тұз салдым. Татымына қарай, қара бұрышты да салған болатынмын. Өз қалауларыңыз бойынша зира да салсаңыздар болады. Мен отбасым ұнатпайды, сондықтан зира салмаймын. Олардың барлығын жақсылап араластырамыз. Начинкамыз дайын болады. Мінекей, начинкам дайын. Енді тоңазытқыштағы қамырымызды аламыз. Оны 2 бөлікке бөлдім. Менде өйткені қазір 4 бұрышты және де дөңгелек формада етіп самсаларымды дайындайтын боламын. Сондықтан 2 бөлікке теңдей етіп бөліп алдым. Мінекей, қамыры өте күшті, жұмыс жасауға ыңғайлы. Оларды енді шамамен 20-25 грамм аралығында өлшеп алсаңыздар, осындай менікі секілді мини самса түрінде шығады. Осылай жасап көріңіздер. Оларды жақсылап дөңгелектеп, барлығын формаға келтіріп аламыз. Және де қамырымызды жаямыз. Өте күшті, оңай болып жайылады. Өйткені қамыры бір күшті болып тұр, қыздар, енді песочный болып. Енді оның үстіне фаршымызды саламыз. Және де қамырымызды 4 бұрышты етіп түйетін боламыз. Мінекей, 4 бұрышты етіп түйіп алдым қамырларымды. Осылай барлық бөлігін жасайтын боламыз.
Мінекей тағы да екіншісін жайып жатырмын. Бұның үстіне де фаршын салдым. Бұны да төртбұрыштап жасадым. Осылай барлығын жасап шықсаңыздар болады. Әдемі болып шығады. Мен енді бұл жерде дөңгелек формада жасап жатырмын. Оларды жақсылап біріктіреміз ауыздарын. Және де осылай қойып қоямыз. Осылай противеньге салатын боламыз. Мінекей менде төртбұрышты самсаларым. Оларды жұмыртқаның сары уызын және де сүтті араластыра отырып масса дайындаймыз. Оларды және де осылай үстінен жайып шығатын боламыз самсаның үстінен. Жағып болған соң, олардың үстінен кунжут сепдім. Бұл өз қалауларыңыз бойынша қара кунжутты да араластырып сепсеңіздер болады. Мен тек қана ақ кунжутты септім. Осылай әдемілеп шығатын боламыз. Мінекей енді екінші противеньде менде дөңгелек формасындағы самсалар. Оларды да жұмыртқалы массамен жақсылап жағып шығатын боламын. Одан соң үстіне кунжутты себетін боламыз. Енді осы самсаларымызды 220 градуста 25-30 минут шамасында пісіріп аламыз. Енді әркімнің духовкасы әртүрлі, сондықтан байқап, қарап тұрыңыздар. Қызып тұрған пешке саламыз. Мінекей самсаларым дайын болды. Осылай екі түрлі формада жасап қойдым. Дастарханда өте әдемі болып тұрады, дәмі де өте керемет. Сондықтан жасап көріңіздер. Ас болсын. Сіздермен бірге болған Маратова Индира. Менің каналыма тіркеліп, мені қолдап кетуді ұмытпаңыздар.